Орта ғасырларда 30 жастағы адамдарды қарт деп есептейтін. Көпшілігі графиктерден орташа өмір сүру ұзақтылығы шамамен 30 жыл болғанын көрген. Бірақ бұл жансақ түсінік. Себебі орташа көрсеткіштерді оңай бұрмалауға болады. Мысалы, егер мен $1 триллион тапсам, ал сен бар болғаны $1 тапсаң, орташа есеппен екеумізде $0,5 триллионнан бар болып шығады. Бірақ бұл шындыққа жанаспайды ғой, солай емес пе? Дәл осы жағдай орта ғасырлардағы өмір сүру ұзақтығымен де байланысты. Төмен көрсеткіштердің басты себебі нәресте өлімінің өте жоғары болуы. Бұл орташа көрсеткішті қатты төмендеткен. Ал егер адам балалық шағында аман қалса, ол 50-60 жасқа дейін өмір сүре алатын. Гауһар тастар сирек кездесетін асыл тас. Шын мәнінде олай емес. Гауһар тастар табиғатта ең көп таралған асыл тастардың бірі. Жыл сайын жүздеген миллион карат өндіріледі. Сирек кездесетіндер сапалы гауһар тастар. Мөлдір, ақаусыз, әдемі қырылған. Нақ солар қымбат тұрады. Ал әшекейлерде көбінесе мінсіз емес тастар қолданады. Мәселенің барлығы қолдан жасалған тапшылықта. 20 ғасырдың басым бөлігін нарықты бір компания бақылап отырды. Олар гауһарды нарыққа шектеулі түрде шығарып, бағаны жоғары деңгейде ұстады. Бұл олардың сирек деген елесін туғызды. Бұған қоса, күшті жарнама компаниялары гауһар тас махаббаттың символы деген ойды адамдардың санасына сіңірді. Содан бері дерлік әрбір сырға салу сақинасы гауһармен байланыстырылады. Леммингтер жаппай өз-өзін өлтіре ме? Жоқ, өлтірмейді. Олардың популяциясы шынында да циклді түрде өзгеріп отырады. Бірде көбейеді, бірде азаяды. Саны күрт артқан кезде олар жаңа азық пен территория іздеп көшеді. Жолда кейде олар қаза табады, жартастан құлап немесе өзеннен өтерде батып кетеді. Бірақ бұл кездейсоқтық, әдейі жасалынатын әрекет емес. Бұл миф 1958 жылғы Disney деректі фильмі Ақ шөл арқылы кең таралды. Түсірілім тобына леммингтердің өзін-өзі өлтіру көрінісі қажет болған. Ал жануарлар ондай мінез көрсетпегендіктен операторлар оларды өздері жардан құлатып жіберген. Қасқырлар айға қарап улайды ма? Шын мәнінде толған ай мен қасқырдың улуы арасында тікелей байланыс жоқ. Улу қасқырлар үшін бір-бірімен қарым-қатынас жасау тәсілі. Ал басын жоғары көтерілуі дыбыс жақсырақ шығуы үшін ғана. Қасқырлар қап-қараңғы түнде де улай алады. Алайда айлы түндер әдетте тынық болғаны үшін улуды есту оңайырақ. Және айсыз түрде ұлып тұрған қасқырды көру мүмкін болғандықтан адамдар бұл құбылысты аймен байланыстырады. Адамдар үңгірде өмір сүрді. Қазіргі зерттеушілер бойынша алғашқы адамдар көшпелі өмір салтын ұстанған. Ал үңгірлерді уақытша тұрақ ретінде ғана пайдаланған. Тіпті ең көне адамдардың тұрақтары үңгірлерден емес, ашық далада табылған. Мысалы, Танзаниядағы Алдувай тұрағының жасы ғалымдардың есептеуінше 1,7 миллион жылға жетеді. Өтірік детекторы алдайды. Ол адамның жүрек соғысын, қан қысымын, тыныс алуын және терлеуін өлшейді. Негізгі ой мынада: адам өтірік айтқанда күйзеліске түседі, ал бұл физиологиядан байқалады. Бірақ мәселе мынада: құрылғы өтірікті емес, күйзелісті анықтайды. Адам жай ғана тергеліп отырғандықтан қобалжуы мүмкін. Ал жаттыққан өтірікші немесе психопат мүлде сабырлы қалпын сақтай алады. Кейбіреулер тіпті алдын ала құрылғыны шатастырып қояды. Мысалы, тілін тістеп бастапқы көрсеткіштерін өзгертеді. Сондықтан ақш-та және көптеген басқа елдерде полиграф сотта дәлел ретінде қабылданбайды. Чарльз Дарвин адам маймылдан шықты деді ме? Шындығында Дарвин ешқашан адам тура маймылдан шықты деп айтпаған. Адамның шығу тегі және жыныстық сұрыптару еңбегінде ол тек адам мен маймылдың арасындағы ортақ ата-баба болуы тиіс екенін көрсеткен. Таңғы ас ең маңызды ас. Шындығында бұл негізінен өз жанамасын жүргізген Kellogg's компаниясының айласы. Олар таңғы ас ойлап тапқан жоқ, бірақ оны культке айналдырды. Таңғы ас бұрында маңызды болған, әсіресе таңертең ауыр дене еңбегімен айналысатын адамдар үшін. Алкоголь жылытады. Шын мәнінде алкоголь дене температурасын көтермейді, керісінше жылу жоғалтуды күшейтеді. Өйткені ішімдік қан тамырларын кеңейтеді, нәтижесінде жылы қан теріге жақындайды да біз қысқа уақытқа ғана жылынғандай боламыз. Тышқандар ірімшікті жақсы көреді. Тек мультфильмдерде. Шындығында тышқандар қоректі құндылығы бар кез келген тағамды жейді. Көптеген жануарлар сияқты олар да тәтті тағамдарды ұнатады. Жемістер мен дәндерді жақсы көреді. Бұрын ірімшік жертөлелерде сақталған, сондықтан тышқандар оны сол жерден жиі табатын. Адамдар мұны байқап, демек тышқандар ірімшікті жақсы көреді деп ойлаған. Жер бетінде 4 мұхит бар. 2000 жылы 5-ші мұхит, оңтүстік мұхит пайда болды. Жоқ, ол біздің заманымызда пайда болған жоқ. Ғалымдар тек Антарктида жағалауын шайып жатқан су айдындарын жеке бөліп алған. Жаңа мұхиттың құрамына 14 теңіз кіреді. Қасқырларда альфа мен бетта бар ма? Зерттеуші Дэвид Мек 1960 жылдары қасқырларды тұтқында бақылай отырып, кейбіреулерінің үсімдік көрсетіп, басқалары бағынатын байқайды. Содан альфа қасқырлар теориясы пайда болды. Бірақ кейін ол жабайы табиғатта бәрі басқаша екенін түсінді. Қасқырлар үйірі. Бұл жай ғана отбасы, яғни ата-ана мен бала күшіктері. Ешқандай альфа-бета иерархиясы жоқ. Кейін Бек өзі бұл тұжырымнан ресми түрде бас тартты. Ұйқы кезінде ми демалады.
Көпшілік ойлайтындай ұйқы миға демалу үшін қажет емес. Шын мәнінде ұйқы кезінде ми белсенді өзгеше күйге ауысады. Мысалы, тышқандарға жасалған зерттеу ұйқы кезінде ми өзін-өзі тазартып, токсиндерден арылатын функцияны іске қосатынын көрсетті. Колумбқа дейін адамдар жерді жалпақ деп ойлаған ба? Бұл миф. Біздің заманымыздың 5 ғасырында-ақ ежелгі гректер жердің шар тәрізді екенін білген. Пифагор мен Платон бұл ойды қолдаған. Ал біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда Эратосфен жердің шеңберін өлшеп небәрі 2% ғана қателескен. Мифтің шығу тегі жазушы Вашингтон Ирвингтің 1828 жылы жазған кітабы. Онда ол Колумбтың ғалымдармен жердің пішіні туралы дауын романтикалық түрде суреттеген. Шын мәнінде дау жердің пішіні жайлы емес, мұхиттың көлемі туралы болған. Алтын балықтардың жады 3 секунд қана ма? Бұл түбегейлі қате. Олар 5 айға дейін есте сақтай алады. Лабиринттерден өтіп, дыбыстарды, тіпті адамдардың жүздерін ажырата алады. Оларды ит сияқты үйретуге болады. Сахнаның арасынан жүзу, тетікті басу сияқты әрекеттерді орындайды. Жадыларда зейіндері де жақсы дамыған. Иттер әлемде тек қара ақ көреді. Жоқ, олардың 3 емес 2 түрлі колбочкалары бар. Олар көкті және сарыны көреді. Бірақ қызыл мен жасылды ажырата алмайды. Яғни олар толығымен түсті көрмейді емес, тек дальтоник. Олардың көруі адамдағы түстік соқырлыққа ұқсас. Бірақ ес сезуі бізден 40 есе күшті. Иттердің 30 миллионға дейін рецепторлары бар, ал бізде бар болғаны 6 миллион. Олар біз үшін жоқ истерді де сезе алады. Жеміс шырыны әрқашан пайдалы ма? Әрдайым емес. Жемістердің құрамында көп мөлшерде қант, әсіресе фруктоза бар. Шырын оңай ішіліп тез сіңіріледі, бірақ тойдырмайды. Бір стакан шырында кола банкасындағыдай қант болуы мүмкін, сондықтан толық жеміс жеу әлдеқайда пайдалы. Онда да талшық пен дәрумендер бар. Егер дәммен пайда алғыңыз келсе, қантсыз сусынды таңдаған жөн. ГМО бұл жаман. Гендік модификациялар көбінесе өсімдіктер зиянкестерге, ауруларға төзімді етеді және олардың қоректік қасиеттерін жақсартады. Мысалы, алтын күріш А дәруменінің жетіспеушілігімен күресу үшін жасалған. Әрине, мұның бәрін мұқият тексерілуі керек. Бірақ мәні жай ғана дәлірек селекция. Бұрында біз сорттарды будандастырдық, тек молекулалық деңгейде емес. Қаныңыз оттегіге қаныққанда көк түсті бола ма? Жоқ, ол әрқашан қызыл. Артериялық қан ашық қызыл, веналық қою қызыл. Тамырлар көк болып көрінеді, себебі жарық теріден өткенде солай қабылданады. Сол жерде көк қан болғандықтан емес. Артерия терең орналасқан, сондықтан олар көрінбейді. Саусақты шығырлату зиян ба? Бұл дыбыс буын сұйықтықтарында жиналған газ көпіршіктері ғана. Бұл зиян емес. Доктор Дональд Унгер 60 жыл бойы бір қолының саусақтан шытырлатып дәлелдеген. Қолдар арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Миф адамдарды әдеттен арылту үшін ойлап тапқан. Ал негізінде ол тек айналадағы адамдарды мазалайды. Медуза шаққанда үстіне зәр төгу керек пе? Әсте олай істемеңіз. Бұл жағдайда одан сайын ушықтыруы мүмкін. Әр адамның зәрінің құрамы әртүрлі. Кейде ол удың бөлінуін күшейтіп жібереді. Дұрыс құрал сірке суы. Ол уды бейтараптандырады және қалған шаққыштарды тоқтатады. Бұл миф Достар сериалының бір эпизодынан кейін танымал болды. Сол эпизодта кейіпкерлер медуза шаққан кезде зәрді қолданған болатын. Пирамидаларда құлдар салған. Көп адамдар ежелгі мыслы пирамидалардың құлдар тұрғызды деп санайды. Алайда ауқымды зерттеулер көрсеткендей, пирамидаларды жалдамалы жұмысшылар тұрғызған. Олар тіпті қазіргі кәсіподаққа ұқсас бір бірлестік құрған. Сағы жұтып қойсаң ол асқазанда 7 жыл қалады. Жоқ, ол қорытылмайды, бірақ кез келген қорытылмайтын тағам сияқты ішек арқылы өтіп, 1-2 күнде нәжіспен бірге шығып кетеді. Егер тек көп мөлшерде сағыз қатарынан жұтса, ішекте мәселе туындауы мүмкін, бірақ бұл өте сирек кездесетін жағдай. Салмақсыздық бұл гравитацияның жоқтығы. Бәрімізге МКС-те қалықтап жүрген ғарышкерлер кадрлары таныс, алайда бұл гравитацияның жоқ болғандықтан емес. Өйткені МКС-те еркін түсу үдеуі жердегіден небәрі 10%-ға ғана аз. Ғарышкерлердің қалықтап жүруі МКС-тің шеңберлі орбита бойымен тоқтаусыз қозғалуымен түсіндіріледі. Соның арқасында олар үздіксіз еркін түсу жағдайында болады. Тоңып қалсаң ауырасың. Суықтың өзі ауру тудырмайды, бірақ ол иммунитетті әсер етеді. Шырышты қабықтарды құрғатады және бізді көбіне үй ішінде отыруға мәжбүрлейді. Ал ол жерде вирусты жұқтыру оңай, сондықтан қыста жиі ауырамыз. Бірақ себебі суықтан емес, адамдармен жиі байланыста болуда. Май адамды семіртеді. Бұл миф. Бәрі жалпы калория мөлшеріне байланысты. 90-шы жылдары майсыз диетада отырған адамдардың көбіне қант пен ұнды тым көп жеген. Калориядан келсе де жинала береді. Майдың калориясы граммына 9 кал. Бірақ артық жеуге қант та жеткілікті. Бәрін шешетін нәрсе тепе-теңдік. Аэродинамика заңдары бойынша аралар ұша ала ма? 1939 жылы бір француз ғалымы инженерден аралардың қалай әуеге көтеріле алатынын есептеп беруін өтінген. Есеп бойынша олардың қанаты тым кішкентай болып шықты. Бірақ мәселе мынада, араларда ұшақтағыдай қатты қанаттар жоқ. Құстардағыдай тек жоғары төмен сермеуде емес. Олардың қанат қимылы әлдеқайда күрделі.
Тек 1990 жылдары жоғары айқынды түсірілім мен аэродинамиканың дамуы арқасында аралар қанаттарын айналмалы, дірілдеген күрделі траекториямен қозғалып шығатыны анықталды. Библиядағы тыйым салынған жеміс алма. Бірақ ескі өсиетте жақсылық пен жамандықты тану ағашының жемісі дәл алма болғаны айтылмайды. Адам мен Хауананың алма жегені туралы теория ең алдымен Библияның латын тіліне жасалған аудармасынан шыққан болуы мүмкін. Өйткені латын тілінде малум сөзі әрі алма әлі зұлымдық деген мағынаны береді. Сондықтан тыйым салынған жеміс кез келген нәрсе болуы мүмкін. Мысалы, анар, інжір немесе тіпті материалдық емес бір белгі. Осымен бүгінге әңгіме тамам. Сендерге бұл ролик ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде каналға лайк басып тіркеліңдер.